Әйел адам түске кірсе жамандық па? Ол солай. Бірінші ана нәрсені ұғып алайық. Әйел адам деген кім? Әйел адам ол мен. Ол сіз, мені көріп отқан әйелдер, аналар. Егер сіз ер адам болсаңыз, сіздің анаңыз, жұбайыңыз, қызыңыз, әпкеңіз, қарындасыңыз, әжеңіз. Әйел деген ол өмірде маңызды тұлға. Енді дәл осы маңызды тұлғаның қазақ халқында түске кіруі жаманшылық деген ұғым бар. Осы қайдан шықты, соны айтайық. Бірінші бір нәрсені ұғып алайық. Барлық әйел адамның түске кіруі жаманшылыққа жатпайды. Мысалы, сіз сәби қыз баласын көрдіңіз, яки өзіңіздің қарындасыңызды көрдіңіз, қыз баласы өзінің құрбысын көрді. Ол адам оянып алып, мен түсімде сені көрдім, сен әйел адамсың, сен жаманшылықсың деп айтса бола ма? Әлбетте болмайды. Бұл жерде әйел адамды кімдер көрсе жақсы, кімдер көрсе жаман мәселе шығады. Егер бір әйелді көре берсе, ол жамандыққа жорылмайды. Мысалы, 35 жасар әйел жаңағы өзінің анасын, болмаса құрбысын көріп жатса, ол жамандыққа жорылмайды. Ол сол адаммен қарым-қатынасына байланысты жорыла береді, тірі адамдар үшін. Ал енді қыз баласы бейтаныс қыздарды көріп жатса, бейтаныс әже, бейтаныс жаңағы бір кішкентай қызды көтеріп жүрсе, бейтаныс өзінің замандасымен қол алысып, амандасып, мәселелер талқылап жүрсе, бұлар жаманшылыққа жорылмайды. Бұл туралы біз жеке айтып кеткенбіз, осы жерден көре аласыздар. Әйел адамды қазақ халқының ұғымында ер адамдар көрсе жаманшылыққа жорылады. Яғни бір ер адам, бір әйел адам түсінде көрсе, дәл сол ер адам үшін жаманшылыққа жолуы мүмкін. Жаманшылық деген бұл жерде ішін талқылаймыз, ашамыз. Енді бірінші мәселе, кімдерді көрсе жаманшылыққа жорылады, кімдерді көрсе жақсылыққа жорылатында. Ал енді бірінші ең басты себебі бұның бұлай жорылатын. Қазақ әуелден мұсылман халық. Мұсылманшылықты біз осы қазақ болғаннан қабылдап, өз еркімізбен Аллах хақ деп жүрген халықпыз. Сондықтан біздің ырымдарымыз, тыйымдарымыз, әдет-ғұрыптарымыздың көпшілігі исламмен біте қайнасқан. Соның бірі осы түс жору хақында бар. Сондықтан да ер адамның әйелді көрсе жаманшылық деуі бұл дінмен қатысты бар. Дінімізде ер адамның бөтен бір әйел адамға көзін сұқтана қарауы, оған тамсануы, бұл сүйкімсіз, харам етіледі. Біздің әдептерімізде бұл нәрсе бар. Дәл осы жерден шығады, ер адам түсінде бөтен әйелді көрсе, оған жаманшылыққа жорып кетеді. Ал егер ер адам түсінде өзінің анасын, қарындасын, басқа жақын, өзіне туыс болған жақындардан әйелін де көріп жатса, жаманшылыққа жорылмайды. Өйткені олар ер адамға рұқсат етілген әйелдерден. Анасынан өмірге келді, анасына құрмет қылады, әйелін ақ некемен алды. Оларды түсінде көре беру, бұл рұқсат нәрсе. Бұл жерде тағы қорытынды шығатын нәрсе, неге ол адамға жаманшылыққа жорылады? Өйткені Алла тағала өзі харам еткен нәрселерді сенің түсіңде жаңағы халал етпейді. Мысалы, сенің түсіңде, бұған бөлек мысал келтірсек, сенің түсіңде бір адам, пайғамбардың өзі келіп, сенің дертіңнің емі харамда десе, сен алкогольді өнім тұтын десе, бұл жорылмайды. Өйткені Алла тағаланың өзі харам дегенді халал етпейді. Сондықтан да ер адамның түсінде бөтен әйелді көруі бұл рұқсат етілмеген нәрселерден. Ал енді бұл жерде әйел адамның жамандыққа жорылу деген мәні, ол дәл сол түсіңге кірген бөтен әйелдің жамандығынан емес, бұл символдық дәрежеде жамандыққа жорылады. Символдық дегеніміз не? Мысалы, сіз ер адам болсаңыз, сіздің қасыңызға аялдамада басқа жерде бөтен қыз баласы келіп қалса, сіз кәдімгі қазақтың мәдениетті сыпайы ер жігіт ретінде оған бөтен деген мәмілені құрасыз. Мысалы, бір бейтаныс қыз баласымен лифтіде бірге тұрып қалу жағдай болса, дәл осы мәдениетті тақуа ер жігіт одан алшақтау тұрады, басқа жаққа қарап тұрады. Яғни лифтіден түскенше оның мақсаты өз-өзін ұстап, бөтен қызға байланысты мәміле құру ғана болады. Яғни қысым бір жағынан.
дәл осы нәрсе түске қаралады, жорылады. Егер ер адам бөтен түсінде әйел адамды түсіне кіргізіп алған болса, онда ол өзіне ұнамсыз бір халде жүр деген сөз. Мысалы, ол не? Ол жалқаулық, маубастық, еріншектік, көп сылтау айту, екіжүзділік, яғни ер адамның өзінің мәмілесінен кішкене, яғни принциптерінен ауысып кеткендігін білдіреді. Ол сол нәрсеге наразы. Өйткені жалпы ер адам басты тұлғалық қасиеттерінің бірі ол жаңағы сабырлық, тұрақтылық, еңбекшілдік болады. Осы нәрсеге қарама-қарсы өмірінде оқиғалар болып жатқанда, ол оны түс арқылы әртүрлі реакциялармен біледі. Яғни бұл жерде бұл жалқаулықты басқан сипаттайтын түстер әлбетте көп, бірақ ер адам үшін соның ішінде бөтен әйел адамның түсіне кіруі сол нәрселерді айқындайды. Өйткені ол адам өзін сондай басқаша сезімде, жаңағы тепе-теңдікті сақтай алмай келе жатқан түсінген ер адам түсінде осындай бөтен әйелдерді көреді. Қолынан ұстауы мүмкін, қуалауы мүмкін, немесе одан да жақын қарым-қатынас болып кетуі мүмкін, немесе жаңағы бір жұмыс көлікпен кетіп бара жатса, мазалап қасында отырып алған болуы мүмкін. Осындай нәрселер ер адамның жалқаулығына жорылады екен. Қорытындылай айтқанда, кез келген әйел адамды, әйел баласын, қыз баласын түсінде көру жаманшылыққа жорылмайды. Тек қана ер адам бөтен әйелдерді көрсе ғана осындай жаманшылыққа жорылады.